Құрметті достар, құрметті ағайын, өздеріңіз білетіндей, бүгін мені әкімдік сот жүйесі Ертісбаевқа халықтық партияға сатқын деп айтқан үшін айыпты деп шешім шығарды. Бірақ та бұл жерде бұл өкім өзінің заңды күшіне ену үшін 10 күн керек. Ол деген не? Ол деген 24 наурыз күні ғана ол заңды түрде күшіне енеді деген сөз. Бұл жерде білесіздер, билік маған қарсы неше түрлі осы сайлаудан шығарып тастау үшін амал жасап жатыр. Соның ішінде арам амалдар жасап жатыр. Бүгінгі және білесіздер, мен Астана қаласындағы нөмір 2-ші сайлау учаскесіне тіркелгем, округына тіркелгем. Сол округының төрайымы болған Айсара Жолмағамбетова Батыр қызды өзінің сол төрайымдығынан шеттетілді, қатардағы мүше болып қалды. Ол шынымен Батыр қыз, бірнеше білесіздер қудаланған, өйткені билікке турасынан айтқан: мен заң бұзушылыққа жол бермеймін, мен ешкімді шеттеттірмеймін деген үшін. Сол бүгін тағы су жаңа 3 адам сол мен сайланып атқан округтық комиссиясының мүшесі болып тағайындалды. Оның ішінде Қабыкенов Азамат, Мазова Күлхан, Төребеков Берік. Осы бүгінгі үндеуім осы 3 азамат-азаматшаға тікелей арналған. Өйткені мен түсіндіріп берейін. Ертең, не арғы күні осы сайлау округының мүшелері протокол шығарса, бүгінгі соттың шешіміне сүйеніп заңды түрде күшіне иеленбеген соттың шешіміне сүйеніп протокол жазса, мені шеттетіреміз деген кандидаттықтан, онда бұл кәдімгі қылмыстық іске айналады. Сондықтан мен бүгін құлақ қағыс қылып ескерту ретінде айтқым келеді. Айналайын Азамат, Күлхан, Берік, сіздерді үлкен кабинеттерде, үлкен шенді азаматтар әкімшілікте, орталық сайлау комиссиясында алдап сулап, осы мәжбүрлеп пе мүмкін осы сайлау комиссиясына енгізді. Неше түрлінен сулаған білмеймін сіздерге, бірақ та айтқан шығар, асырып бүйтеміз деген сияқты. Бірақ та сол мәселені сіздерге айтқан жоқ шығар. Мынау қылмыстық кодексқа тікелей сіздердің қол қойған қағаздарыңыздың байланысты екенін мен сіздерге түсіндіріп берейін, нақтылап. Бұл жерде, егер сіздер сондай қағазға қол қойсаңыздар, онда кәдімгі қылмыс кодексіне байланысты жазаға тартыласыздар. Бұл ескерту. Мысалға, 150-ші бап сайлау құқығын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссиясының жұмысына кедергі жасау. 1-ші тармағы: азаматтың өзінің сайлау құқығын немесе референдумға қатысу құқығын еркін жүзеге асыруына кедергі жасау. Бұл жерде менің кәдімгі сайлау құқықтарымды бұзасыңдар, егер қол қойсаңыздар. Осы бапқа байланысты сіздер ең аз дегенде 4 жыл бас бостандығынан айырыларыңыз әбден ықтимал. Бұны аз десеңіздер, сол қылмыстық кодекстің 362-ші бабы бар. Оның 1-ші тармағында былай деп келтірілген: билікті немесе лауазымдық өкілеттерді асыра пайдалану, яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның өзінің құқықтары мен өкілеттіктерінің шегінен анық шығатын және азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкелген соққан әрекеттер жасауы. Бұл тармақ бойынша сіздер 3 жылға бас бостандығынан айырыласыздар. Бұл айтайын мен сіздерге, мен сіздерді бұл жерде қорқытып атқан жоқпын, бұл жай ғана құлақ қағыс. Ойлаңыздар, таразыға салып, бір жағынан әлгі шенділердің берген сіздерге уәделерін, олар ертең сайлау біткен соң ат-тондарын ала қашады, сіздер далада қаласыздар. Ал менің заңгерлерім ең мықты заңгерлер. Олар кәдімгі бүкіл амал жасайды, заңды түрде сіздерді қылмыстық, егер бұндай
қимылға барсаңыздар, протоколға қол қойсаңыздар, сіздерді заңды түрде осындай қылмыстық баптарға байланысты қатаң жазалауға. Сондықтан ойланыңыздар, намыстарыңызды нанға айырбастамаңыздар. Болашақтарыңызға зиян келтіретін үлкен нәрсе. Және білесіздер, мен тек қана Арман Шураев емес, артымда қара орман халқым бар, мені қолдап жүрген, ризамын халқыма. Мен тек қана өзімнің ғана атымнан сөйлеп жүрген жоқпын, айтып жүрген сөздерімді. Бүкілі халықтың көкейінде жүрген, халықтың мүддесін қорғап жүрген жанмын. Оны ескере жүріңіздер. Уважаемые друзья, если кто-то не понял, я бы хотел пояснить, что сегодня состоялось заседание административного суда, на котором меня приняли виновным за то, что я назвал предателей в лице Народной партии и некто там Нурия Балтабай. Ну да бог с ним. Я могу сказать, этот приговор сегодняшний вступит в законную силу только 24 марта. То есть до 24 марта есть понятие презумпции невиновности, меня никто не может назвать правонарушителем, в том числе и избирательная комиссия. Так вот, вы знаете, наверное, что в нашей окружной избирательной комиссии номер 2 по городу Астане творятся форменные чудеса. Председателя комиссии Айсару Жолмагамбетову отстранили от председательства только потому, что она во весь голос заявила, что она не будет никаких противозаконных деяний производить. И власти путем запугивания и прочих дел отстранили 3 членов этой избирательной комиссии. И сегодня назначили 3 новых. Вот Кабыкенов Азамат, Мазова Кульхан и Турибеков Берик. Вот сегодняшнее мое обращение относится персонально к этим 3 людям. Уважаемый Азамат, Кульхан и Берик, наверное, вас уговаривали в больших кабинетах акиматов и ЦИКа, возможно, да, сулили вам всякую манну небесную, да, если вы станете членами этой комиссии и будете подписывать разные бумажки. Так вот, я хочу сказать, что если завтра или послезавтра вас попросят подписать протокол о моем отстранении от выборов, ссылаясь на то, что есть решение суда, которое не вступило в законную силу, это повлечет для вас очень серьезные последствия. Поэтому я вынужден вас предупредить об этом. Ваша подпись автоматически будет означать, что как минимум по 2 статьям Уголовного кодекса, я извиняюсь, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Это статья 150 Уголовного кодекса, пункт 1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав. То есть моих избирательных прав избираться и быть избранным. Вот. И наказывается это лишением свободы до 4 лет. Если вам этого покажется мало, то я приведу еще одну статью. Это статья 362, первый пункт, превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненных к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходивших за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан. Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет. Я думаю, что вы тоже прекрасно понимаете, по какой причине вы оказались членами этой избирательной окружной комиссии. Но, я могу сказать, у вас не одна, не 2, не 3 жизни. И сендерді мен сияқты қазақтың қарадомалақтарысыңдар. Сендердің де бауырларың бар, достарың бар, класстастарың бар. Көбі кредитқа өмір сүріп келе жатыр. Көбінің азық-түлікті де Каспийдан кредитқа алып жатыр. Мен сол сендердің жақындарыңыздың, сендердің ағайындарының құқығын қорғайтын азаматпын. Сендердің мүдделеріңді қорғайтын азаматпын. Оны да ескере жүріңдер. Және тағы да қайталап өтейін,
Бұл жерде я считаю, что просто положите на одну чашу весов все, что вам пообещал там акимат, который завтра просто вышвырнет вас после выборов, да, и не будет вас пытаться защищать. На другую положите тот риск, который вы можете, потенциальный риск, которому вы можете подвергнуться, если вы поставите подписи под этим незаконным протоколом, который будет опираться на решение суда, которое не вступило в законную силу. Это повлечет уголовную ответственность. Я прекрасно знаю, что власти боятся меня. Власти знают, и у властей на столе лежит бумага, в соответствии с которой как минимум 75% избиратели готовы 19 марта отдать голоса за меня. Не за каких-то там инфо-цыган и прочих там членов бывших и настоящих там Нуротана, Аманата и прочие шелупони. Вот. Поэтому я уверен, без жеңеміз. Қара орман халқым, сіздерге ризамын. Бір емес 3 мәрте бүгінгі болған сотыма келдіңіздер. Мыңдаған адамдар маған комментарий жазды. Мыңдаған адамдар телефонымда шырылдатып маған өздерінің тілектерін, баталарын беріп жатыр. Сендердің сенімдеріңді ақтаймын. Мен соңына дейін күресемін. Бұл күрес Қазақстанның болашағы үшін жасалып жатқан күрес. Мен бүгілмеймін. Мен ештеңеден қорықпаймын. Алға Қазақстан. Біз жеңеміз.